Сәлем, құрметті оқушы. Бүгін 105-ші беттегі Amazing Adventures бетіне қош келдің. Бұнда өте қызықты демалыстар жайлы айтылады. Бұл Эмманың блогынан. Саяхаттар, Эмманың саяхаттаған жерлері, Қазақстандағы саяхаттаған жерлері жайлы жазады Эмма. Сол жайлы мен аударып қойдым. Ең біріншісі қызықты саяхаттар деп аталады тақырып. Сен өмірінде өте қызықты саяхатқа шығып көрдің бе дейді мына жердегі сұрақ. Екінші, қайда бардың, онда не істедің? Эмманың саяхатынан үзінділер. Менің саяхатым Қазақстаннан аяқталды, онда мен керемет уақыт өткіздім. Мыналар менің біраз саяхаттаған жерлерім. Ең бірінші саяхаттаған жерлері мынау. Ән айтатын құмнан жүру. Осы жер Алматыдан 180 километр алыста. Оған дейін мен түсінбейтінмін. Құм дала қалай ән айтады деп. Оның үстінде тұрғанда тыңдадым. Расымен де естіледі екен, тамаша. Exploring the Steppe және жазық даланы зерттеу. Біз қазақ үйде 3 күн болдық. Олар бізді атпен жасыл далаға апарды. Жазық далада көптеген қояндар көрдік. Біз отбасылық бүркітті көрдік. Олар қоян мен түлкі аулайды екен. Кешке бәріміз бірге кешкі ас іштік және дәстүрлі әндерді айтып берді. Олар сондай мейірімді болды, тіпті біздің кеткіміз келмеді. Шілік өзеніндегі ақ судағы қайықпен жүзу. Шілік өзеніндегі рәзіңке қайықпен жүзу сондай керемет болды. Бәріміз су болдық және құлап кетеміз бе деп ойладым. Өте қорқынышты, әсіресе су өте тез аққан кезде. Соңғысы. Тауда велосипед тебу және шатқалдар. Каньонс деген шатқалдар. Мен үшін осы демалыс ең күштісі болды. Тікұшақпен саяхаттадық. Солтүстік лагерге 4000 биіктікте көтерілдік. Келгенде түскі ас ішіп алдық. Хан Теңір тауын суретке түсірдік. Таудан төмен қайта түстік. Ол кезде велосипедпен едік. Одан кейін дегенде қатыгез қапты. 4 күн велосипедпен шатқалдарды араладық. Мына фото менің жаңа досым Ерден темірлік шатқалы түсірген. Сонында өте қатты шаршадым, бірақ керемет өтті дейді Эмма. Енді бірінші тапсырма бұл жерде. Осыған байланысты сұрақтар қойылды. Осы сұрақтарға жауап бердім. Бірінші сұрақта Where are the singing dunes дейді. Жаңағы ән айтатын құмдала қай жерде дейді. Мен оны жазып қойдым. Алматыда 180 километр алыста. Where did Emma stay on the steppe? Жазық далада Эмма қай жерде қонды, бір отбасында болды ғой. What animals did she see? Үшінші сұрақ. Қандай жануарларды көрді? Қоян, түлкі және қыран, бүркітті көрді. Төртінші. What did Emma think about her rafting trip? Жаңағы суда қайықпен жүзу жайлы не ойлады ол? Ол құлап кетем деп ойлады, өте қорқынышты болды. Су қатты аққан кезде ол құлап кетем деп ойлады. Келесі. How did she кәмпке қалай барды? Лагерге қалай барды? Ол велосипедпен барды ма дейді? Жоқ, ол хеликоптермен барды. 5-ші сөйлемде. 6-шыда. How did she feel after her trip to the canyons? Каньоннан кейін ол қалай өзін сезінді? Ол өте қатты шаршады, бірақ та ол оған қатты ұнады. Оның ең жақсы демалысы қайсы болды? Оның ең жақсы демалысы жаңағы байкинг пен каньонс болды, маунтин байкинг, тауға шығу және каньондар. Осы ең соңғысы бұның ең сүйікті демалысына айналды. Келесі бізде мына кішігірім Хан Теңірі жайлы информация ақпарат тұр. Сол жайлы аударып қойдым. Хан Теңірі 7000 километр биіктіктегі тау. Оның аты аспан патшасы деген мағына береді. Ол Қытай, Қырғызстан және Қазақстанмен шекаралас жатқан тау. Ең алғаш рет Украина командасы 1931 жылы тауға шыққан, көтерілген. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.